Олай болса, енді үшінші жұпты сахна төріне шақырайын. Павлодар Баян ауылдың ақыны Аспанбет Чұғатаев. Оның қарсыласы Шырайлы Шығыстың Семей қаласының ақыны Нұржан Өмірбаев. Бісміллә келді кезім ей сайрай тоғын, ал сөйле тоғырыңнан таймай тілім. Ассалаумағалейкум ей ақсақалдар, бәксін мәсісіне қайрай тоғын. Армысың ары таза еу апаларым, жаулығы жайнамаздай жайнай тоғын. Мың жаса менің дархан ей қызыл жарым, 90 күн той көрсе де тоймай тоғын. Жалғызың келін әкеп оу жатқандай боп, наурызын дүркіретіп тойлай тоғын. Ағыдай шіркін өтедай бір күн сағатта, миллион сомдық ойын күлкің, халәлә күләйлә шапалағың қайда Ау сыйынып алып Аллаға, ал кірісейін шаруама. Бұхардан қалған ұл едім, ақылын қосқан ханға да. Қызыл жарға кеп жеттік, қызыл тіліміз қамдана. Қожа берген жырау өткен жер елім айлап зарлана. Алдаспанын суырған, жаубастарын көтерсе заманасын қуырған ағын тайдай нар баба. Баян батырдан қозғасам аузы түкті кәуірдің, басы шошақ қалмақтың тағдырын салған саудаға. Мөрден туған құлсары тақымында жау тулапты тағдай түскен шалмаға. Данышпаны даланың 90 билер толғаса тексіздер келген тәубаға. Армысың жердің патшасы, маңдайына қазақтың мағжанды берген маңдала. Обалыңды оқимын орақпенен балғаға. Орынбай ақын сөйлесе отауыздылар кететін, өмірін сұрап сауғаға. Құлекеден туған тілтілеуке, өлеңі симай арнаға 15-те болған шалдана. Алдындаған тарихты, Махмұттан туған ғабитті, Мұханнан туған сәбитті, Алашқа берген аруана. Кіндігі жұпар аңқыған, көргеннің көңілі балқыған, сауғып кетер саладам танылып келген арбаға. Мен білсем мына мекенге жетпей қалғаны тауғана. Әй бірақ тауды қайтесің, Алатаудан биік еді ғой, Алақандай ауылыңнан атойлап шыққан әр балайы. Ау наурыз келер нуымен, наурыз келер суымен, көкек келер нуымен, мамыр келер гүлімен. Қыз көктемді кім деймін, туған жылым білмеймін, туған айым білібем. Ақпанның зарын естеймін, молда торғайдың үнінен. Аспаннан күн қас керіп, асау өзен тас теміп, ажыратып жігінен. Үт сәуле түсіп тігінен, таудың тасы түгілі тас кенеде жібіген. Көктемір болған қар еріп, күміс сақал қарт тал егіп, ақтық байлап діңінен. Әжелер беріп сыбаға ұнға сақтаған сүрінен. Басына болды шарт буып, тобылғы торы ат мініп, тақымға көкпар лақтырып, ақсүйек ойнап түнімен, той тойлайтын күнімен. Бұйыртып Баян батырдың еліне, Баяннан келген ұлың ем, құттықтап келдім бәріңді ұлыстың ұлы күнімен. Шалдығып қалар мен емес шақырғасын ақын деп, Құдайдың берген өнерін елден аяуға қақым жоқ. Бар байлығым қар өлең, домбырамнан жақын жоқ. Адамдардың заманы ақшасы көп, ақыл жоқ.
алтын үйге кірсе де, ай нұрын ұстап мінсе де, дүниенің түбі ақыры боқ. Елдің сөзін айтайын, ел мен жұртқа жақын боп. Ер жігітте арман не, елі тұрса тату боп. Ұлыстың ұлы күнінде ән салмасам да әтірілеп, сөйлемей қалар сәтім жоқ. Ау жас қыран ең шырғамен шынықтырған, кең дүние жанарына тұнып тұрған, ертістің жағасында өскен ұлың қанында бөрі намыс ұлып туған. Қарт Семейдің атынан айтысқанмен бір бүйрегі батысқа бұрып тұрған. Үйткені Атырауға көшіп кетіп, екі бетін жайыққа жуып тұрған. Ол жаққа неге кетті деп ойлап ем, сонда мұны не болды құнықтырған. Сөйтсем Атырау жақтың бір қыз екен, балбыраған баланы жігіт қылған. Ал енді кезегіңді мен берейін, жауап берер сәтіңіз туып тұрған. Уылдырықтың дәмі тәтті меді, уыз ішкен жеріңді ұмыт тұрған. Ал сөйле Нұржан нарыным, соқтырып жырдың дауылын. Түбіңді сенің қозғасам Тарбағатайдан тамырың, ақындардың отауы Ақсуат еді ауылың. Атырауға кетіп қалыпсың, оныңа себеп жаңағы сол жақтан алған аруың. Қайын жұрт баптап жатырма, жайланыпты өмірің, майланыпты қарының. Тойған жер ұмыттырды ма, туған жеріңнің қадірін. Ал енді сөйле нарыным, күн боп шығып шығыстан батысқа батқан бауырым ай. Мен мұны деп жүргенде бауыр екен, жасанған жар астында жауым екен. Дейсің бе, қаңғып кеттің қайын жұртқа, мынауың негізінде зәлім екен. Мен онда еріккеннен барған жоқпын, барлығы бас саулықтың қамым екен. 2 жыл емделіп ем мен сол жақта, иншалла қазір деннің халі бекем. Ауырмай тұрғанымда күндіз бандап, дайында деушедің ғой тағы көкем. Мен сені сан айтысқа дайындағым, соның бәрі амал достық мәнім екен. Ауырып ем хабарласпай қалған мүлде, мынауың өзі таза жарым екен. Дәл сеннен әр күн сайын несиешін звондайтын Каспий банкім тәуір екен. Ауырған ештең емес, ауырғанда достардың азайғаны ауыр екен. Қыран деп сеніп жүрген қайран досым, тарысы көп ауылдың тауық екен. Ай. Бастасам жырдың бүгін тұнық басын, іштегі арлан арман ұлып қасын. Ассалау мағалейкум қасқыр қазақ, имейтін итаяққа үріп басын. Бармысың Аспанбекті ай ардағынан, қарамайт мұна өзінше бұрып басын. Қызылжар қызыр қонған құтты мекен, атадан қалған асыл ғұрып тасың. Қаңғыдың дейді мені табағыла, бауырым бұлай айту болады ма? Қаңғуды осы сен айтпай-ақ қой. Халықты хабар қылам ожағына, қаңғыған 15 жылдай өзің едің, қазақтың әр өңірін пана қыла. Біраз жыл сенделдің ғой Алматыда, кіріп ап жұмыссыздар санағына. Одан соң Өскеменге көшіп келдің, тойлардың асаба боп алаңына. Содан соң маған келдің Семей жаққа, сол кезде мен қарап ем қабағыңа. Қолымнан келген көмек жасап едім, балақтан тартпай мына баланы да. Ақ төсек жайып бердім ақын ғой деп, жылыны тостым талай табаныңа. Осыныңды өлсем дағы ұмытпайым деп, жас толып тұрушы еді жанарыңа. Өлсем де сыйлап өтем деп едің ғой анамның тойып алып тамағына.
Құтылып кеткеннен соң қиындықтан түкіріп отқаның ай табағыма, алғыссыз ішкен асың ақымағым, тікен боп қадалмасын тамағың ай. Қонбайды бақтың қазір құсы күнге, кейбіреу көтере алмай ісінуде. Аспанбек, сен де қатты кетіп жүрсің, алдынап үлкеннің де кішінің де. Қазақтан менен асқан ақын жоқ деп, тең болмай өзіңмен еш кісі мүлде. Сүгірлер тіріліп кеп айтса да, жеңем деп айтатындай ұшығың не? Бір күні абайдан да мықтымын деп, жетпесін жебеңіздің ұшы күнге. Аспандап бара жатқан Аспанбекті аспаннан мен кеп тұрмын түсіруге. Екеуіміз 10 жыл бұрын айтысқанда, келмебет айқасуға күші мүлде. Күш түгіл айтатұғын бір сөз таппай, шақырдың жағдайыңды түсінуге. Сондықтан сенен мүлде сескенбеспін, жұқалау жігіт едің іші мүлде. Батпайды мұның маған тісі мүлде, таланып қалған ит қой күшігінде ай. Ау Нұржана, осы саған таңдай қағам. Еуде. Әңгімең адам құсап арбайдаған, күшігінде таланған ит деп отыр. Мен қалай осы жаққа бармай қалам. Күшіктің талануы заңдылықты арыстандар таланып жанды ойлаған. Итіңнің дос болғаны қандай жақсы, досыңның ит болғаны қандай жаман ай. Ердің азығы жолдағып, кімнің үйіне бармадық, кімнің үйіне қонбадық. Жорықта жүрген арланмын, жолдан тапқанды ол жағып. Олыра сенің үйіңе қайтқан едім он барып. Ұмытқан жоқпын мен оны шығарып салған анаңда, торы мінгізіп тон жауып. Айналайын Нұржанау, үй әңгімесін қайтесің сахынада қолданып. Бауырым саған не болды, жаман адам секілді бергеніңді айтып, долданып ай. Ақылыңыз болмаса айғайлай берген жеңілер, тақымыңыз толмаса тай қолтығы сөгілер. Аш есек арқасындағы ер тоқымды кемірер. Ауырдым дейсің сен маған, осы Нұржан не білер? Жауап берейін, бері кел. Адам түгілі бұл күні қоғам ауру бауырым, сол жайлы өлең өрілер. Дүние дейтін ауру бар, адамдардың барлығы ақша десе жүгіріп, алла десе ерінер. Жағымпаздық деген ауру бар, алдынан келмей басшының артынан жүр ғой, ені бел. Дінімізде ауру мәсқаптарға бөлінер, тілімізде ауру ұмытты ата тегін ел. Интернет деген ауру бар, аққуға қонар, айдынға қонар аққуың, көк киттерге берілер. Қызтеке деген ауру бар, сырға тағып жүр серілер. Қайранда мына қоғамда кім ауырмай жүр дейсің? Атан өлсе сойылар, атаң өлсе көмілер. Айналайым бауырым, арықтығым білдірмес біз секілді бөрілер ай. Ат мінбеңіз жабыдан, жарамайды жаманы бір арыса жалынан. Арғымақ туған ұл едің арғы негіз жағынан. Шопанның аты еместің қой соңында арыған, қос өкпесін қарыған. Күреңбайсыншы ел отыр, жоғалып кеткен биенің ішінде кеткен құлынды жүрісінен таныған. Құлагер жортқан белінде, ақан серінің елінде жарылар деп ем ағынан. Балпылдап отсың баладай бал тозбайды деп сабынан. Алашты жиып алғанда асып кеткен жан бар ма қазақтың бір жан салынан. Нияз сері өткен жер айтқан әні жүрекке атқан оқтай дарыған. Үкілі бір ай өтіпті бұлбұлдай сайрап бағынан. Сегіз серілер кешегі көкшенің биік тауынан. Шыңғыс төренің өзі шоқанға беріп есімін, жігерін жастай жаныған. Bir туарлардың елінде бір ақын шығар деп едім, уызына жарған. Дауысыңыз аш екен қара кемпірдің зарынан. Керек болса ерегес, сасып тұратын мен емес, қамыстан қашпасы қабылан.
сал кезегіңді берейін, 4-5 жылда көрейін, өнеріңді дамыған, сал серілер жоқ бұл заманда. Мен осы үшін ағайын, осы үшін ғана қамығам, әншімін деп самғайтын, плюсовка жазып ап, мынау елді алдайтын, сұмырайларды көргенде, ыбырайларды сағынам, нұржандарды көргенде, бір жәндарды сағынамай. Белгілі бір жандарды сағынарың, аунатып тастадың ау әруағын. Сен бірақ мені олай қорламағын, ойыңның қазбай айтып әр жағын. Мен емес плюсовкамен ән айтатын, білемін әмірренің әні барын. Мен дөзі аспандаған сені көріп, мұңайып өте қатты жағбығамын. Төрдегі сариттерді көрген кезде, көрдегі сәбиттерді сағынамын. Ай, жұлып жеп екі иықты зарласаң да, селкілдеп құр қимылмен алдасаң да, арбасаң да, бәрібір сен жырау боп кетпейсің ғой. Өзіңді жыраумын деп алдасаң да, өзіңді жыраумын деп сорлылық қой. Халықтың берер аты ол қашанда. Жыраумын дейсің неге? Бұхардай боп патшаға қонымда ақыл салмасаң да. Жыраумын дейсің неге? Шал киіздей шанақтан шабыт төлен шалмасаң да. Жыраумын дейсің неге? Ақтан берді бабамдай қолға қару алмасаң да. Қолыңа қару алу бұлай тұрсын, 2 айлық армияға бармасаң да. Жыраумын дейсің неге? Доспанбеттей теңіздей тебіреніп толмасаң да. Гаршокта отқан бала емессің ғой, болдым деп айғайлайтын болмасаң да. Жыраулық жаттап алып зарлау емес, әділдік шығар түбі әрқашанда. Досым деп ақылымды айтып жатырым, өзің біл том-том қылып толғасаң да. Бірақ та айтыс шарты шаппа-шап қой, сондықтан жаттауды қой алғасамға. Аспанбек өзіңе де қызық болады, суырып сап отырсаң анда-санда. Ай, ай заман ай кетіп барады кім қайда. Жыраулығы досыңның батып жүрме шымбайға. Мен жыраумын дегем жоқ, мен жыраулардың сарқыты. Келмей қойдың ау ыңғайға. Аталарымды ұмытсам әруағы ұрмайма. Оның рас бауырым кет бұғадай, билерден кеңес тұрар күн қайда. Жыраумын десем егер мен атадан туған азамат, атаның жолын қумайма. Мен Бұхардың ұрпағы, Ақсұңқар құстың баласы, Ақсұңқары болып тумайма. Аспан асты жер үстінде кімде бір кеңес құрмады. Аспанбегің сөйлесін алдаспаннан тіл жағы. Қызылжарға кеп жеттік. Қызылжардың даласы әжемнің жайған сырмағы. Уақытта келіп қалыпты. Сахнада осынау кімдер салтанат құрмады. Осы менен аман бол. Қызылжардың ұлдары Баян Батырдай тұлғалы. Қызылжардың қыздары Баян Сұлудай сырғалы. Осы менен аман бол, кешек өткен ардақты мағжандардың жұрнағы. Сен аман бол бауырым, 5 күнде мынау болайық Құдайдың адалы құлдары. Нұр қорансын өмірің, Өмірбайдың нұржаны ай. Осы мен бір асқандай дәл асуды, бұл айтыс болдау деймін жарасымды. Тоқтайық деп жатырсың өзің бастап, доғарып арың кетіп таласуды. Ендеше Қызылжарым сен аман бол, ішіңде солтүстіктің дарасынды. Орыс санып кетті деген өтірік екен, куандым көріп мынау барасылды. Орыстан іргемді сен берік ұстап, астың ғой аламаннан санасуды. Азуың мұқалмасын арланғала, аюдан сақтап тұрған алашымды. Ай,
Балдан да басқадан да тәтті өлең, тастан да темірден де қатты өлең. Қалайша көсілмейін ағайын шабайын, қиқуың естілсе кер шап деген. Шап десең шабамей, от болып жанамей, Аспанбек бүгін мен жарқылдап жанамей. Қайтсем де Қызылжар елінің батасын аламей. Шоқандай нар бабалар ізің бар, бұл жерде даңғыл жолдай түзу бар. Наурызбен бірге келген осы елге, жаңа әкім құтты болсын Қызылжар. Жаңа әкім ағамей, зам әкім анамей, сіздерге мен бүгін бір қолқа саламей. Қазақша атаңдар Петропавл дегізбей, Мағжан туған қаланей. Рахмет. Айтысты бастаған Аспанбек Шұғатаевтың бағасы 9, 10, 10, 10, 10, 10, 69 ұпай. Оның қарсыласы Нұржан Өмірбаевтың бағасы 9, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 9. Рахмет.